Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге бананды пирогтың рецебімен бөліскім келеді. Дәмді болғаны соншалық, ыстық күйінде барлығын жеп қойдық. Сол себептен де дайындап көріңіздер. Барлық ингредиенттерді осы видеоның астына төменге жазып қоямын. Өте сондай қолжетімді, оңай ингредиенттер, сіздер де жасап көріңіздер. Ал енді бастайық. Алдымен ыдысқа жұмыртқа саламыз. Оның үстіне қантты салып, миксермен жақсылап, аппақ болып көтерілгенше араластырамыз. Сары майды қазір ғана ерітіп алдым. Осының үстіне шоколадты салып, араластырамыз жақсылап. Бізде шоколад осы ыстық сары майдың ішінде еруі керек. Осылай ерітіп аламыз. Одан соң барып қана біз осы жұмыртқалы массамыздың ішіне құямыз. Тек құйған кезде біздің мына шоколад кішкене суыған болу керек. Қатты ыстық болмау керек. Өйткені ыстық болса, ол пісіп қалуы мүмкін. Енді жақсылап миксермен араластырамыз. Бал қосамыз. Менде табиғи бал. Жақсылап миксермен араластырамыз. 2 орташа көлемдегі бананды қабығынан аршып, тәрелкеге осылай шанышқының көмегімен езіп аламыз. Немесе блендердің көмегімен езуге болады. Бананның жұмсақ, сондай қатты піскен түрін пайдаланғандарыңыз дұрыс. Бұны да осы қамырымызға саламыз. Тағы да миксермен жақсылап бір араластырып шығамыз. Достар, менде видеоға ұн мен қопсытқыш салған кадр түспей қалыпты. Осы бананнан соң ұн мен қопсытқыш саласыз. Одан соң жаңғақты саламыз. Бізде қамыр дайын. Жақсылап араластырдық. Диаметрі 20 см немесе 18 см болатын формаға саламыз. Астын пергаментпен қаптадық. Енді қызып тұрған 180 градуста пешке салып, шамамен 45 минуттай пісіріп аламыз. Міндетті түрде ағаш таяқшамен ортасын тексеріңіздер. Ағаш таяқшаларыңыз құп-құрғақ болып шығу керек. Сол кезде ол пісті деген сөз. Суыған соң формадан босатамыз. Осылай әдемі болып, керемет болып шығады. Ыстық күйінде жесеңіздер, мүлдем дәмі өте керемет, өзгеше болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, достар. Бананның дәмі кәдімгідей сезіледі. Жаңғақтар қосылған соң ба, сонда ерекше. Үстіне крем жағып, торт қылып жасасаңыздар болады. Негізі менің бастапқы идеям сондай болатын. Үстіне крем жағып, торт қылып жасаймын деп. Бірақ ыстық күйінде шын айтайын, отбасымның барлығы осы торттан дым қалдырмай жеп қойды ғой. Шаймен өте керемет үйлеседі. Сол себептен де сіздер де жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат.